Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге мен Бағдат Әділова. Менің парақшама қош келдіңіздер. Шығармашылық қабілеттеріңізді барынша дайындаңыз. Өйткені бүгін біз армандар картасы туралы айтатын боламыз. Армандар картасын жасау үшін бізге осындай үлкен мөлшердегі плакат немесе қағаз, блокнот қолдансаңыз да болады. Егер сіз таңертеңнен кешке дейін жұмыста компьютердің алдында отыратын болсаңыз, армандар картасын электронды түрде жасап, компьютеріңіздің жұмыс үстеліне қойып қойсаңыз болады. Армандарыңызды жазған кезде сіз өзіңізге ғана байланысты нәрселерді жазуыңыз қажет. Бұл қалай? Мысал келтірейік. Мысалы, сіз бойдақсыз, әлі екінші жартыңызды тапқан жоқсыз. Сіз, мысалы, картаға өзіңізге ұнайтын бір Бурак Өзчевит немесе Брэд Питт сияқты біреуді жабыстырып қойып, өзіңізге күштеп үйлендіре алмайсыз. Өйткені ол тек қана сізге байланысты емес, ол жаңағы сол кісіге, басқа адамға да байланысты нәрсе. Сондықтан да армандарыңызды жазған кезде осы нәрсені есіңізде сақтаңыз. Картада ортасында ең бірінші мен секторы. Бұл жерде сіздің сұлулығыңыз, сіздің денсаулығыңыз, сіздің жай күйіңіз сипатталады. Есіңізде сақтаңыз, армандарды жазған кезде осы жақта жазу керек. Мысалы, мен бақыттымын, мен сұлумын, менің денім сау, менің көзім жақсы көреді, және тағы басқа секілді сөздер жазасыздар. Және де жазған кезде сіздің арманыңыз орындалған сәттегі өзіңіздің эмоцияңыз бен жай күйіңізді сипаттауыңыз қажет. Мысалы, мен қазір айнаға қарап тұрмын, айнада өте әдемі қыз. Немесе, мен қазір таразыда тұрмын, салмағым 51 килограмм. Сол секілді өзіңіздің жай күйіңізді сипаттап жазасыз. Бұл секторға сурет жабыстырған кезде өзіңіздің өте әдемі фотоңызды қойыңыз. Фотода міндетті түрде сіз күліп тұруыңыз қажет, және де сіздің бақытты, қуанышты сәтте түскен суретіңізді қойыңыз. Егер ондай сурет болмаса, сондай сурет жазаңыз. Келесі сектор бұл бізде байлық секторы. Байлық секторында сіз өзіңіздің материалды қалауларыңызды жазасыз. Автомобиль, смартфон, Шанельдің сөмкесі, әртүрлі немесе мен өзімнің зәулім үйімдегі бассейнде шомылып жатырмын. Осылайша жазасыз. Келесі сектор ол атақ, даңқ және өзіңізді таныту секторы. Сіздің еңбегіңіздің басқа адамдардың мойындауына жауап береді. Бұл қалай? Мысалы, сіз әнші болғыңыз келетін шығар, мүмкін атақты әртіс болғыңыз келетін шығар. Бұл жерде де осы жақта жазасыз. Карта дәлдікті ұнатады. Сондықтан да жыл немесе ай, күнді жазу қажет. Мысалы, бұл жерде 2022 жыл мен сахнада ән айтып жатырмын. Немесе 2023 жыл менің инстаграмымда 10 миллион оқырман бар деген секілді тілектеріңізді жазуға болады. Келесі ол махаббат және неке секторы. Бұл секторда егер сіздің серіктесіңіз, жұбайыңыз болса, бақытты болып тұрған екеулеріңіздің фотоңызды қоюыңызға болады. Бұл сіздің одақты әрі қарай нығайту үшін көмектеседі. Немесе жалғыз басты болсаңыз, интернет желісінде көптеген бақытты жұптардың фотосын жабыстыруыңызға болады. Тек жабыстырған кезде өзіңіз танитын, мысалы, Джиган, Оксана сияқты жұптарды жабыстыруға болмайды. Міндетті түрде өзіңіз танымайтын, білмейтін адамдардың суретін жабыстырыңыз. Келесі сектор ол балалар және шығармашылық. Егер жақын арада балалы болғыңыз келсе, сәбидің суреттерін, бесіктің немесе аяғы ауыр әйелдердің фотоларын жабыстыруға болады. Және де шығармашылық бұл бізде хобби.
Мысалы, бұл жерде фортепиано үйрену, домбыра үйрену, мысалы би өнері секілді арман тілектеріңізді осы секторға жазасыз. Келесі сектор ол саяхат секторы. Бұнда өзіңіздің барғыңыз келетін елдің атауын, фотосын және қаланы жазуыңызға болады. Және де бұл жерде дәлдікті ұмытпаңыз. Мысалы, 2021 жыл маусым айы. Мен Дубайда серуендеп жүрмін. Немесе мен Атлант мұхитының жағасында демалып жатырмын. Күн сәулесі менің денемді қыздырып жатыр. Деген секілді өзіңіздің эмоцияңызды жазсаңыз болады. Келесі сектор бұл бізде мансап секторы. Бұл жерде егер сіздің жұмысыңыз жоқ болса, өзіңіздің армандап жүрген жұмыс орнының, компанияның логотипін жабыстырсаңыз болады. Мысалы, Қазмұнайгаз, BI Group деген секілді үлкен компаниялардың логотиптарын жабыстырып қойсаңыз болады. Немесе мүмкін сіз сұлулық салонын ашқыңыз келетін шығар. Сонда өзіңіздің бизнесіңізге байланысты фотоларды жабыстырып қойыңыз. Келесі білім және ғылым секторы. Адам өз дамуында тоқтамау керек, үнемі ізденіп білім алу керек. Сондықтан да бұл сектордың маңызы өте зор. Бұл жерге өзіңіздің үйренгіңіз келетін шетел тілдерін жазсаңыз болады. Немесе мектепті жаңа бітірген болсаңыз, оқуға түскіңіз келетін оқу орнының фотосын жабыстырсаңыз болады. Немесе IELTS тапсырғыңыз келсе, IELTS деп әртүрлі нәрселерді жазуға болады. Кітаптың суреттерін жабыстыруға болады. Және де ең маңызды сектор бізде отбасы секторы. Бұл жерде сіздің ата-анаңыз, отбасыңыз, жақындарыңыз туралы армандарыңызды жазасыз. Бұл жерге фото таңдаған кезде отбасыңыздың фотосын қоюға болады, барлығы бірге тұрған. Егер ондай болмаса, интернеттен әртүрлі бақытты отбасылардың ата-әжесімен, итімен, мысығымен барлығы тату-тәтті болып тұрған, сонда әдемі фотосуреттерді жабыстырсаңыз болады. Картаны жасап болғаннан кейін оны қалай іске қосамыз? Ол үшін біз картаның мына жеріне жақын арада орындалуы 100%-ға сенімді бір тілегімізді жазамыз. Мысалы, 2021 жыл ақпан айының 2-сінде мен өзіме әдемі көйлек сатып алдым. Осылай жазамыз. Содан кейін сіз көйлекті сатып алғаннан кейін сіздің картаңыз іске қосылады. Енді картаны жасап болғаннан кейін картаны сақтайтын орынды таңдаңыз. Ол картаны сізден басқа ешкім көрмегені дұрыс. Бірақ сіз оны күніне 5-6 рет көріп тұруыңыз қажет. Егер үйде адам көп болса, өзіңіздің шкафыңыздың есігіне ашып жабыстырып қойсаңыз болады. Тағы бір жағдай, карта тек қана 1 және 3 жыл аралығында жұмыс жасайды. Сіз тілектерді жазған кезде тек қана осы аралықтағы алдағы 3 жылдың аралығында қандай арман тілектеріңіз бар, соны ғана жазыңыз. Кейін 3 жылдан кейін сіз осы картаның орнына басқа карта жасайтын боласыз. Және де соңында әр тілегіңіз орындалғаннан кейін ішіңізден алғыс айтуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Бағдат Әділова. Егер бұл видео сізге ұнаса, лайк және комментарийді аямаңыздар.